Папаңды ойлашы. Аяғы не болды? Аяғы егер бұдан кейін төбелеспейтін болса, доп тебуге жарап жатыр. Мен саған уәде беремін. Енді ақша үшін ешқашан төбелеске қатыспаймын. Бірақ ол мұның бәрін кек қайтару үшін істепті деген өсек ел арасында тарап жүрген. Сен ана былтықты жақсылап тықтың ба? Иә. Маған адамдар керек. Жазасын бере алатын адамдар. Бір адам бар. Бота? Қайырлы күн? Сонда қайда тұрасыңдар? Сен ана жақта меруерт осында? Біз меруерт екенбіз Қарағандыда тұрамыз. Тұйық тастырамай тұрғанда, серікке ақша бермей тұрғанда ойламадың ба? Өз ақылың өзіңе. Сен ешкім ұстап тұрған жоқ, кететін болсаң кетші, а? Мәди Амангүл осында тұрмын. Осында сөйлескеніміз дұрыс деп ойлап тұрсың ба? Үйде апам бар, әйелім бар, үш жер дұрыс. Түсінікті. Жақсы. Сен мені таныған шығарсың? Сізге алдына барып едік қой. Сіз босқа шағымданмаңдар деп қайтарып жібергенсіз. Оның рас. Ол кезде сендердің пайдаларыңа шешілу екі талай болған соң мен солай деп айтысағым. Қазір не оқыпты? Қазір жағдай басқа. 1 жыл бұрынғы қылмыстық істері бойынша серікті және екі досын қамап қойдық. Енді арыз жазуыңа болады. Сонда қалай? 2 ай мерзімге қамады. Егер олардың үстінен арыз түсіретін болсам, сотталып кетулері әбден мүмкін. Жазасың ба? Оның сотталатындай менде дәлел жоқ деп өзіңіз айтып едіңіз ба? Мәди, егер бетпе-бет кездестіруді ұйымдастыратын болсақ, бәрі де дұрыс болады. Ойлансайшы. Алыстан келгеніңізге қарағанда бұл істің сізге де пайдасы болып тұр ғой, Бұл менің өз шаруам. Шындығын айтқанда, біраз уақыттан бері серікті қолға түсірілмей жүргеніміз рас. Ол оңбаған талай адамдарды алдаған. Біз білетіні қаншама, білмейтіні одан да көп. Негіз бар ғой, Мәди? Оның мойындағы қыл арқанның бір ұшы сенің қолыңда. Қалай тартам десең өзің білесің. Сонда қазір сізбен бірге қалаға барып керекпін? Жоқ, қазір қажет жоқ. Егер қаласаң, дүйсенбі күні көзбе-көз беттесуді ұйымдастырамыз. Тек арыз жазсаң болды. Жазасың ба? Ойлануым керек. Көп ойланудың қажет жоқ. Егер керек десең, мына телефонға хабарлас. Күтем. Жарай ма? Жақсы. Хабарлас. Дәулет, не істеп тұрсың? Жатсаңшы. Таң атпай келіп қалсын. Осындай ақымақтық жасайтыныңды сезгем. Жаным, шын айтамын ғой. Жатып жалығып кеттім. Жан, аяққа ешқандай жүк түсіруге болмайды. Ал сен бірден жүріп кеткің келеді. Телефонда алып келдің бе? Әкелдім. Әкеші. Рахмет. Неге ашуланып отырсың? Ашуланып отырған жоқпын. Сен де мені бір кішкентай бала сияқты көресің. Хал үстінде жатқан адам емеспін ғой? Ренжімеші енді, сені ойлап қатты уайымдадым. Уайымдайтын түгі де жоқ. Дәрігердің өзі айтты. 1-2 аптадан кейін жүріп кетесіз деді. Таң ертеңнен кеш батқанға дейін үш үйде отырудың не қажеті бар? Жаныңда отырғаным сонда ұнамай ма? Сен мені тағы түсінбедің. Сен қазір менен басқа ештеңе ойламайсың. Жаным, өзің де кішкене ойласаңшы. Саған ән ұсынды. Әнді ұсынған екен, неге оны айтпасқа? Уайымдай берме, менде бәрі жақсы. Өз-өзіңе бекем болмайсың ба?
егер әніңді маған арнап жазсаң, маған одан асқан бақыт жоқ. Демесінің зорынай. Әнімді саған арнауым керек. Енді кімге арнайсың? Міне, осылай күлгенің маған ұнайды. Олар маған таңертең хабарласты. Кімдер? Дыбыс операторлары. Бүгін студия бос дейді. Міне? Былай істейік. Сен қазір сол жаққа бар. Жарай ма? Содан кейін кешке маған келіп, не болғанын айтасың. Келістік пе? Жарайды. Сен жақсы көрем. Жаным сау, мен де. Көп кідірмей келем. Бара. Санжар, ұмытып кетіппін ғой. Шақырылып отырған абонент аппараты өшірілді. Немесе байланыс аясынан тыс. Саламатсыз ба? Таңғалып тұрсың ба? Шынымды айтсам, я таңғалып тұрмын. Сенің досыңмен сөйлесейін деп едім. Қай досың? Өтірік білмеген адам сияқты болмашы, Санжар керек маған. Звондайын, телефон өшіріліп тұр. Яки бір жерде тығылып отыр, я болмаса бір былыққа батып, қашып жүрген шығар. Оны қайда екенін білмеймін. Бірнеше күн болды жоғалып кетті. Қалай жоғалып кетеді? Яки тайып тұрған ғой? Жоқ, із-түзсіз жоғалып кетті. Қашатында ештеңе жасаған жоқ. Бірақ телефоны өшіріліп тұр. Қалада оны ешкім көрмеген. Қабая. Оның туыстары полицияға арыз жазып қойды. Жарайды. Өзім істеп жүрсің. Мен қазір ондай істермен айналыспаймын. Ой. Шын ба? Жарайды. Сәлем, мәке. Қалайсың? Көмек керек пе? Жоқ, ашты емес. Қолыңа не болған, мәке? Жай, емістің оқ. Мади. Сәлем, Болатбек. Сәлем, Айнұр. Мади, сенімен сөйлесу керек еді. Жүр. Қолыңа не болған? Абайсызда кесіп алды. Не туралы айтайын деп? Кеше тергеуші неге келген? Серікті қамауға алды. Солай ма? Өткен жылғы бір іс бойынша оң қоса қасындағы 2 досын ұстапты. Бұл жақсы жаңалық қой. Иә? Егер арыз жазатын болсам, онда Серікті бірнеше жылға түрмеге қамауым. Сен не істейсің? Білмеймін, ойланып жүрмін. Мүмкін мені алдап соққан Серік емес, қасындағы 2 досы шығар. Енді осы жайында тергеушіге айтайын ба айтпайын ба деп ойланып жүрсің бе? Егер Серікті қамауға алса, ана 2 достың қатысы болса оған кісі, менің қарызым жайы не болады екен? Серік түрмеге отырған күнде де қарызын талап етпейтінін қайдан білесің? Картадан ұтылу өте қауіпті және қарызды қайтармауға болмайтынын бір жерден естігем. Серік сені күштеп ойнатқан жоқ қой, өзің ойнадың емес пе? Міне көрдің бе, екеуі екі басқа. Ол әлігі қылығы үшін жауап беруге тиіс. Серік сияқтылардың орны түрмеде. Егер арыз жазатын болсам, онда дүйсенбі күні Астанаға баруым керек. Барып қайт. Бірақ апама Алтынайға бірдеңе деп сылтау айтуым керек қой. Не үшін бір саған?
Мади, сен ол жағын маған қалдыр. Не деп айтасың? Табамыз ғой. Жарайды. Сылтауыңды маған ескертіп қой. Алло. Тамақтандың ба сен? Жоқ, мен де тамақтанбадым. Мүмкін бірге тамақтанармыз. 1 сағаттан кейін. Мен боспын. Жолға ештеңе жазбаймын. Қалай ештеңе жазбаймыз? Мен босқа келдім ба сонда? Хабарласам. Кеп қалдың ба? Иә, жалғыз емеспін. Біраздан соң сүйікті композиторымыз да келеді. Ән жазатын боламыз. Жақсы болыпты онда. Жақсы деуге әлі ертерек. Дауысымды жаттықтырып алуым керек. Қарға ұқсап қарқылдап тұрсам, композиторымыз ән бермей қояр. Саған бермегенде кімге береді дейсің еді? Дегенмен жақсылап жазуға тырысамыз, иә, Мәулен? Әрине, енді қолымнан келгенше бәрін жасаймын. Бауырым, қалайсың? Жақсы. Қалай, жаттығып жатырсың ба? Жата арқам тақтай болып болды. Мен сенің қасыңда Линда бар екен деп ойласам? Жаңа болған, әлем көндіріп студияға жібердім. Иә, дұрыс дегенсің. Әйтпесе ол сенің қасыңнан шыққысы келмейді. Айтпақшы, дәрігерің не дейді? Айтады енді. Бірнеше аптадан кейін жүріп кетесіз дейді. Одан бұрын бірақ аяққа тұрып кеткім келіп тұр. Дәулет, сен асықпа. Асқындыр боласың. Бауырым, емнің ақысын бәрін біреу төлеп қойған дейді. Сен емес па? Мен сенің алдында қарыздарым. Қой, қайдан соқпа. Жекпе-жекке сұранған өзің ғой. Дәулет, бәрібір менің оған қатысым бар. Жарайды, Олжан. Сен өзің қашан шығасың? Бір ұсыныс бар. Қандай? Сен жаттықтырушы болғың келеді деп едің ғой. Сенің анау залың ыңғайсыз. Оның үстін қаланың ортасында емес. Мен бір жақсы жер тауып қойдым. Жақсы зал жасауға болады. Керек жарған сатып аламыз. Түсінікті. Ұсынысыңа рахмет, Арсен. Бірақ соның бәріне өзім қол жеткізгім келеді. Дәулет, онда тұрған не бар? Мен саған жай қол ұшын бергім келеді. Көңіліңе рахмет. Егер көмектескің келсе, Ареге, басқа жағынан көмектесе аласың ба? Әрине. Ана Көкшетауда 4 жігіт қалып еді ғой, шәкірттерім. Жақсы балалар. Қазір қолдары бос, жаман дүниелерге ұрынып қалама деп қорқам. Соларды осы жаққа егер алдыртсақ, спорт интернатына орналастырсақ, бола ма қалай? Шешуге болады бұл мәселен. Мен жігіттермен хабарласайын, сосын саған айтам. Рахмет саған. Добрый день. Қайырлы күн, Олег Петрович. Қайырлы күн. Қалайсыз? Жаман емес. Не, жарып кеткен бе? Мына шегелерді тастап әдейі тескен. Түсінікті. Не жаңалық бар? Жаңалық бар. Бірақ қуантарлық та емес. Не болып қалды? Сіздің жігіттеріңіздің үстінен арыз түсті. Не дейді? Ұрып соқты деп арызданыпты. Кім жазғаны өзіңізге де белгілі шығар. О не дегені? Кімнің не жазғанын мен қайдан білейін? Қойыңызшы, Олег Петрович. Арыз түсті. Демек, оларды босатарда жігіттер енді мұндайды қайталамайды деп сөз беріп едіңіз ғой. Қазір де сөз берем. Олардың еш кінәсі жоқ. Ал Заиров мырза мүлдем олай ойламайды. 4 жігіттің өзін қалай аяусыз ұрып соққанын айтып берді. Есімдерін де атады. Заиров мырза шатасып тұрған болар. Оның жазуына қарағанда, бір апта бұрын сіздің жігіттеріңіз оны ұрып соғып қаладан кетпесе, өлтіретіндерін айтқан көрінеді. Өзі қаладан кетіп пе? Жоқ. Бұл қашан болған жай? Оқиға сенбі күні болған. Командир, мен сенбі күні сол балалармен балық аулауға кеткенмін. 2 күнге. Сонда ұстағанымыз Шортан ба? Я Шортан. Міне мынандай. Сондықтан оның бұл сөзі түсінікті. Ендеше оны ұрған басқа біреулер болды ғой. Әрине, ол шатастырып тұр. Шатастырып тұр деймісіз? Түсінікті. Олег Петрович. Ал енді әңгіменің турасына көшейік.
Жігіттеріңізге айтыңыз. Осыдан тағы бір былыққа араласатын болса, маған өкпелемесін. Колониядан бірақ шығады. Түсінікті ме? Командир, неге түсінбейді? Түсінем. Ол жағына еш уайымдамаңыз. Жеңгеге сәлем айтыңыз. Рахмет, командир. Иә, Бесекенов, қызық болып бара жатыр ма? Егер білгің кеп бара жатса, бұл жерде сен туралы және сенің достарың туралы құжаттама. Жолдас тергеуші, менің арым таза. Мен жайлы қандай құжаттама болуы мүмкін, а? Арым таза дейсің бе? Ары таза адамның жасаған қылмыстары туралы мына жерде барлығы да жетеді. Бұл енді мені қорқытқандыңыз ба? Немене? Сен қорқытатын кішкентай баласың ба не? Мен қорқытпаймын. Бар болғаны 7 жыл. Содан көреміз. Не үшін 7 жыл? Алаяқтық әрекеттерің үшін. Сосын қылмыстық топ құрғаның үшін. Қандай алаяқтық әрекет? Қандай қылмыстық топ? Біріншіден, покер ойын ұйымдастырғаның рас па? Екіншіден, қылмыстық топ құрғаның ол тағы да рас. Үшіншіден, құмар ойын ұйымдастырып, елдерді алдағаның тағы да рас. Не дейсің? Ештеңе білмеймін бұл жайлы. Басқа да қылмыстарыңды айтпағанның өзінде де, мына жердегі сенің бір әрекетіңнің өзі жетіп жатыр. Аманғали Мәди Ермаханұлының арызы. Секе менен 20 000 ақш долларын алдап алды деп жазылған. Ары қарай оқиын ба? Дәлелдей алмайсыздар. Мен ол топастардан түк алған жоқпын. Тоқта. Сен қармаққа өзің түстің. Мен екінші адам туралы ештеңе айтқан жоқпын. Талғат Рзаев туралы мәселен. Үндемейсің, Үндемей-ақ қой. Екеуміздің әлі 2 ай уақытымыз бар. Сосын көреміз. Бәрібір ештеңе дәлелдей алмайсыз. Дәлелдеймін. Сенің қылмыстық топ құрғаныңды дәлелдеймін. Басқа да істерін дәлелдеймін. 7 жыл. Достарымен сыбайлас болғаның тағы да 14-15 жыл болады. Көреміз. Алып кетіңдер. Бота ұйықтады ма? Иә. Соңғы кезде ұйқысы нашар болып жүр. Әрине, әлгі адамнан қорқып қалған ғой. Жоқ. Қатты қорыққан жоқпын дейді. Еш нәрсе түсінбей қалған болса керек. Түсінбегенде жақсы болды. Түрін есіне сақтап қалмаған қараш. Бір жерден көрген сияқтымын дейді. Кім болды екен? Сен таныстарыңды білмедің. Мүмкін Әлшер шығар. Сәуле, сен де айтады екенсің. Бота Әлшерді жақсы таниды. Әлшер Ботаны рұқсатсыз еш уақытта алып кетпейді. Оның үстіне ол қазір Алматыда. Қайдан білейін, бір жерден көрдім деген соң, демек таниды. Жұмыста, қонақта көрген шығар. Жоқ, ол мүмкін емес. Маған жамандық тілейтін ешкім жоқ. Сәуле, оның үстіне Қарағандыда араласып құраласып жүргендерім шамалы емес пе? Полицияға арыз жазу керек. Қазіргі кезде неше түрлі жағдайлар болып жатады, өзің білесің. Құдай сақтасын. Сәуле, қайдағыны айтпашы. Бұдан бұлай Ботаны өзім апарып, өзім алып қайтатын болам. Жабық шығар. Дастархан жайылып тұр ғой. Рас. Ақырын. Әлішер, бұл жерде біреу отырған сияқты. Бұл жерде ме? Иә? Еште кетпей. Қой, ұят болар. Шынымен басқа жаққа отырасың. Отыр. Отыр деймін. Айтпақшы, апамның бақыттан басы айналып жүр ғой. Сен не деп едің ғой?
А? Мен сіз әлемдегі ең әдемі қыздың керемет анасы едім. Қойшы. Шынымен. Жоқ, рас не дедің? Таң ертеңнен бері құжаттарды реттей бастадым. Көмектесейін деп едім. Дәуре болмай қой деді. Сол құжаттарға қарамағанына 1 ай болды. Ол қандай құжаттар? Пайдалануға берілген бір ғимарат жайлы. Сол құжаттарға байланысты бір қиындықтар туындап тұр екен. Біздің тараптан сарапшылар, заңгерлер шақыртылды. Түсінікті. Әлішер? Түрің өзгеріп кетті ғой. Не болды? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Неге сұрадың? Сенің қобалжып отырғаныңды көріп отырмын ғой. Жоқ, бәрі жақсы. О, кометаны көрдің бе? Қай комета? Әнен. Жоқ. Жүр көрсетем. Қойшы. Жүр. Ән. Қайда комета? Ән, қарашы, анау әне. Қой, ештеңе жоқ қой. Жаңа болған, негізі біз шыққанша кетіп қапты. Қойшы. Шынымен, анау жерде болған негізі жаңа. Алдамашы мені. Бұл не? Мегебет. Мен сені сүйем. Маған тұрмысқа шығасың ба, екеуміз мәңгі бірге боламыз. Әлішер, мен... Әрине мен шығам. Шығасың ба? Қайда жиналдың? Айнұр айтпады ма не? Айнұр маған не айту керек? Сендер екеуің бірге кетесіңдер ме? Жоқ, мен ғана кетіп бара жатырмын. Бірақ көп кідірмеймін. Басталды. Алтынай, кешке дейін оралам. Рас айтам. Мен шаршадым. Мен саған айтарымды айтып болған ба дейін. Алтынай, рас айтам. Қалада тығыз шаруам шығып тұр. Саған себебін айта алмай тұрмын, кейін айтам. Маған бәрібір. Шын айтам. Мен бұл жерде балалар үшін отырып жатырмын. О, бауырым, қалайсың? Жақсы. Алма бірдеңе жейсің бе? Жоқ, рахмет. Жағдайың қалай? Күшті. Аяғыңыз жылдам жазылып келе жатыр дейді. Қазір маған дәрі егуді тоқтатты. Күніне 1 рет қызуымды тексереді, болды. Жақсы ғой. Әлішер, соң өзің айтып көресің бе? Түсінбедім. Дәрігерлермен сөйлестің бе? Үйде не, осында не емделе беруге болады дейді. Дәрігер 1 рет үйге келеді, болды, ақысы бірдей. Сонда мен не айтуым керек? Енді інімізді алып кетейік, өзіміз қараймыз, анау мынау дейсің. Анау мынау саған бәрі оңай, Дәулет. Алып қарай алмадық, не болды сонда? Оның үстіне мен кетіп бара жатырмын ертең. Енді сен қарамайсың ғой, Линда бар ғой. Линда кез келген медбикеден жақсы қарайды. Әлішер, бала күнің үстінесің сен, жапарлап бір орында тұра алмайсың. Сөйлеш. Айнұр, Сен кеткелі тұрсың ба? сен Алтынайға ештеңе айтпағансың ба? Ол маған тағы ренжіді. Айтпаған себебім, оған сыйлық алуға кетіп бара жатқаныңды айтсам, ол маған сенбес еді. Сыйлық алуға? Иә.
Қазір менің ондайға ақшам жоқ. Ол жағынан қам жеме. Міне, енді мені тыңда. Сен қалаға Алтынаймен достасу үшін сыйлық алуға кетіп барасың. Мен оны біліп алдым. Оны өзің абайсызда айтып қойғансың. Жарай ма? Иә. Тек ең бастысы қалаға барған соң сыйлық алуды ұмытпа. Кейін бе әлде алқа ма өзің білесің. Бірақ саған жақын арада бұны қайтара алмаймын. Не істеп етпес? Өзім де Алтынайға бірдеңе алып берем деп ойлап жүрген. Маған ақша беруге қорықпайсың ба? Қорқам. Бірақ бұл жолда бәрін білдіретін болсаң, онда әңгіме басқаша болады. Қайтарым саған, міндетті түрде қайтарым. Жүректегі. Жарты сағат уақыттарыңыз бар. Рахмет. Жата қалайын. Құдайға шүкір. Өзің қалайсың? Сен немен қуантасың? Айтарым да ештеңемен қуанта алмаймын. Сендер неме? Мен басым ашқан дендер ме? Секе сабыр ет. Тыңдаңыз, қазір бәрін айтып беремін. Айтсаңшы енді. Ана тергеуші оңайлықпен босататын түрі жоқ. Ол жалғыз мен емес бәрімізді матап алған сияқты. Рас. Алаяқпен айналысатын аса ірі қылмыстық топ ұйымдастырды деп соттайын деп отыр. Ұйым құрған үшін 10 жылға соттатам деп отыр. Айттым баласы. Айттым ғой. Ісін қайрап жүр. Бостандыққа шығаруды емес, мына мерзімді қысқартуды ойлануымыз керек. Сұмырай. Секе сабыр ет. Біз достармен бір шешімге келдік. Қандай? Айтпашы анау. Сен көзбе-көз кездесуің қашан өтеді? Итбілік па бүгін шығар. Қандай шешімге? Мен бәрін айтып қойым. Сен кінәлі болып табыласың. Егер жалғыз кететін болсаң, мерзім 4 жылға қысқаруы мүмкін. Тығырыққа тірелдім десеңші. Саспа. Достары сен жерге тастамайды. Егер кетсең, ақша жіберіп тұрады. Қалған шыққаны мен аласың. Сондықтан осылай істеп ал. Тергеу барысында тергеушіге көмектескен бол. Қалғанды өзім реттеймін. Несіне уайымдайсың? Түсіндің ме? Рахмет. Мына арбаның қажеті қанша бір түрлі ыңғайсыз екен. Бұл аурухананың тәртібі. Жоқ, егер ұнамаса қайтып ауырып тастайық. Жоқ, ойнап отыр. Шыдайын мен бұл. Онда шыда. Апама хабарластың ба? Иә, үйге баратынымды айтып едім. Көңілі босап кетті. Ақырын, енді ескеш. Аяғыңда байла. Түсіре бер. Әлшер, мен көлігімді айлап бере салмадым ба? Менде сенім хат жоқ қой. Линда қорқам деді ғой. Қорқа. Батыр отыр. Рахмет сізге. Патшаға сай қызмет көрсеткендеріңе рахмет. Аяғында бөлеш? Иә. Линда, отыр. Ассаламуалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы. Өзің қалайсың деке? Жақсы, айбат өздеріңіз. Ақырында. Не бұйымтайың бар? Бұйымтай болғанда бір шаруа бар. Анау Санжардың жоғалып кеткенін естідіңіздер ме? Ондай өсектер тез тарайды ма? Біз оның қайда екенін білмейміз. Жоқ, айтайын дегенім ол емес. Санжар менің жұмыстарымды бітіріп жүрген ғой. Қазір тура сонда бір шаруа шығып тұрды. Соны бітіру керек. Ол не шаруа? Бір үлкен кісі бар, жұмыс бастаған. Бір адамдар кедергі жасай беретін көрінеді. Соларға біреудің ісіне кедергі жасаған жақсы емес нәрсе екенін үйретіп қою керек. Әйтпесе болмайды, но. Оны қорқыту керек пе, жоқ әлде біраз қысып алу керек? Өзі болдар өздеріне деп ойлаймын. Өзіңіз қалай ойлайсыз? Ол беделді адам неге басқа жол таңдамаған? Басқа жол таңдамаған енді
Енді өздерің тұрғанда полицияға бармайды ғой. Ол белгілі, білесіңдер. Түсініктім. Жігіттер, барамыз ба? Барак. Ой, жақсы болды. Жарайды, сен адамың айтып бар. Ақшасын дайындай берсін, біз істейміз. Ол жайында сөз жоқ қой. Одан кейін аяқтың астына оралып жүргендерін бір екеумізге көрсетсін. Оларды мен өзім-ақ көрсетем, танимын ғой. Бірақ бір мәселе болып тұр да, Қарағандыға бару керек. Қарағанды ма? Несі бар? Барамыз. Жақсы алай. Бармағаныма да біраз болды. Барамыз ғой жігіттер. Қайда? Анда ма? Бразилия. Оқыр. Осы жерге. Не деген ауырсың? Рахмет, Әлжір. Дұрыстап емделмесең, ауруханаға қайда барып тастаймын. Болды. Түсіндің бе? Түсіндім. Бұйрығыңызды орындаймын. Дәулет, жақсы, мен 2 сағаттан кейін ұшамын. Бүгін ба? Иә. Жол болсын. Болды. Жақсы. Дейді. Ау. Алло? Дәулет қазір жұмыс істей алмайды. Сондықтан күнделікті өмірде өздеріңе қаражат керек. Мынаны ала қой. Біле енді, мұның дәрі-дәрмектеріне ақша керек, түсінемісің? Ал. Бірақ Дәулетке ештеңе айтпа. Рахмет. Жақсы. Дәулет, жақсы. Жол болсын. Рұқсат па? Не болды? Ештеңе. Мәдидің кетіп қалғанын ренжіп тұрмысың? Білген істесінші. Мен осы үйде балалар үшін ғана жүрмін. Алтынай, оған ашуланбашы. Ол шынымен де қалаға кету керек болды. Сен оны қайдан білесің, Айнұр? Ол сенімен татуласу үшін сыйлық алуға кетті. Оны қайдан шығарды? Өзі айтты. Ол мұны саған қалай айтып жүр? Айтпасына қоймадым. Әуелі ашуланды. Сонан соң бәрін айтып берді. Қызық екен. Ал ақшаны қайдан алып жүр екен? Білмедім. Жинап жүрген ақшасы бар шығар. Оның түрінен көрініп тұр. Қатты уайымдап жүрген. Уайымдап жүр? Маған оның сыйлық керек емес. Көңілі керек. Немене бала құсап, біресе татуласады, біресе ұрысады, біресе жынды адам секілді мылтығын ала жүгіреді. Ол қазір қатты қиналып жүр. Бәріміз де қатты қиналып жүрміз, Айнұр. Сен оның қолын көрдің бе? Тамырын кеспекші болды. Соны білмейді деймісің? Ол маған суреттің әйнегіне кесіп алдым деген. Иә. Жасырып жүр. Өзінің тергеу үшін не үшін келгенімді айтқан жоқ. Алтынай, Матеге ренжігеніңді қойшы. Ол кешке келеді. Ол шынымен де сенімен татуласқысы келіп жүр. Оны да түсінсеңші. Білмеймін. Әбден месі болды. Енді оған сене аламын ба, жоқ па? Алтынай, сен оны бәрібір сүйесің ғой. Ол да сені сүйеді. Бір-бірлеріне кешіріммен қарыңдар.
амансыз ба апа? Артур қайда? Достармен бірге кетті. Жүргізушіні қосып жібердім. Түсінікті. Жігіт боп қалды ғой. Қыдыру керек. Қайдағын айтпаш. Бал емес пе? Бар болған 12-де. Кетті ме? Кетті. Сені бірге кететін шығар деп ойлап едім. Мен де солай ойлағам. Бұрынғы әдеттеріңе бастыңдар ғой. Сіз қателесесіз, апа. Қазір біз жұмыс басты болып кеттік қой. Алдымен соны реттестеріміз керек. Содан кейін Қарағандыға кететін болам. Одан басқа жолдар жоқтай сөйлейсің ғой. Қайдағы басқа жол? Нені айтып отырсыз? Қарағандыдан басқа қала жоқ па? Әлішер осында көшіп кетсе де болады ғой. Түсінбедім. Енді Әлішерге Алматыдан да жұмыс табылады. Тұратын жері бар. Біздің кәсібімізді басқарса да болады ғой. Апа, сіз Әлішерді білмейсіз ғой. Ол біреудің арқасында күн көретін адам емес. Кезінде өзіңіз де генерал әкеден бас тартқан жоқсыз ба? Ол кезде жағдай басқаша болады. Тура осы секілді жағдай, апа. Сіздер әкем екеуіңіз жатақханада тұратынсыздар. Оның намысына тимейін деп, сіз өзіңіз осыған келіскенсіз. Атам да сіздерге өзімен тұруларыңызды сұрап, ұсыныс жасаған жоқ па? Меруерт. Білмегеннен кейін айтпа. Апатай. Сіз маған ренжімеңізші енді. Қазіргі кезде сіздің қолдауыңыз маған ауадай қажет. Кір. Мәди, кел. Келгені жақсы болды. Отыр. Мәди, бір шаруа бар. Мен әлгі құмар ойын ойнаушылардың ізіне түстім. Серіктің қылмыстық топ құрып, адамдарды ойынға шақырып алдағаны белгілі болды. Сен ол туралы ештеңе білмейсің ба? Ақшаны ойын барысында берген жоқсың ба? Жоқ. Жарайды, бұл тағы да бір жеке бап. Қазір мына суреттерге қарап жүр. Ешкім таныс емес па? Серік сен күштеп ойнатқан жоқ қой. Өзің ойнадың емес пе? Жоқ, танымаймын. Шын айтып тұрсың ба? Серікке ақша берген себебім бір кәсіптің көзін ашуға уәде берген. Сол сөзіне сеніп қалдым. Сен бұл туралы айтқансың. Қазір арызыңды жаза бер. Күдіктіні алып келіңдер. Куәгерлерді. Тез.